Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, эфирде жастар бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Бексұлтан Салбек. Ал бүгін бізде ерекше қонағымыз Алгоз Хансұлтан. Хансұлтан Қуанышұлы. Қош келдің, Хансұлтан. Мен 10 жасар баламын. Қайдан келдің? Ақжар ауылынан. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Менің атым Мерей, 122-ші мектептен келдім. Жасыңыз нешеде? 14-те. Менің есімім Манзура. Мен Белоттан келіп отырмын. 74-ші мектептен. Жасым 13-те. Дарабек Қасет. Құралай. Жастар нешеде? 11. 9. Әбутәліп Іңкар. Біз Айылкеш көшесінен Достықтан келдік. Жасым 10-да. Әбутәліп Майя. Жасың нешеде? 8-де. Менің атым Айша, Әбутәліп Айша Қасымхан қызы. Жасым 9-да. Мен атым Әбутәліп Раяна. Мен Қасымхан қызымын. Мен жасым 7-де. Қайдан келдің? Мен Сүмкеттен келдім. Арманың қандай? Кім болғың келеді? Мен актер болғым келеді. Осы бағдарламаға келген себебім кішкентайымнан киноға түсіп, сөйтіп танымал болғанды қалағам. Соған естіп біліп келіп отырмын. Менің бұл жаққа келген себебім танымал болғым келеді. Әлемге танымал актриса болғым келеді. Мен өскенше дәрігер болғым келеді. Ал актриса болғым келмей ма? Келеді. Мен өскен кезінде актриса болғам. Актриса боласың, иә. Ал актриса деген қандай болу керек? Әдемі, ашық, иә. Мен полиция болғым келеді. Полиция қызметкер. Не үшін? Өзіме сол мамандығым. Мен дәрігер болғым келеді. Дәрігер? Не себепті? Өйткені ол маған ұнайды. Ал негізі біздің бағдарламамызға келген көп қонақтарымыз актриса болғысы келеді. Ал сендер ше? Біз актриса болғымыз келеді. Бізде. Полиция мен дәрігер қайда қалды? Оларды жеке өте береміз. Бәріне үлгересіңдер ме? Иә, бәріне. Актриса болғым келеді. Өзінің болашақ мамандығым Дәрігер. Дәрігер болғың келе ма? Ал өзіңнің сүйікті актерің бар ма? менің иә. Кім екен? Ол Мейрам киностудиясында осы жақта балдар. Осы жақтағы актерлар саған ұнай ма? Иә. Өте жақсы. Ал сүйікті фильмің бар ма? Мен сүйікті фильмім актерлар андай атысып, шатысып жатқан сондай зомби фильм. Яғни саған боевик, экшн жанрындағы кинолар ұнайды, түсінуімше, иә? Өте жақсы. Ал негізі өмірде жиі төбелесесің ба? Азырақ. Азырақ па? Үйдегілерден жасырып отырсың ба? Азырақ, иә. Азырақ, иә? Яғни көбіне дұрыс шешім қабылдайсың. Төбелесуге жол бермеуге тырысасың, иә? Өте жақсы. Хансұлтан, жалпы біздің бағдарламамызға келдің, енді саған киноға түсу мүмкіндігі берілсе, қандай кинода қандай рөл ойнағың келеді? Кімнің рөлін ойнағың келеді? Яғни қандай жанрдағы? Комедия ма, боевик, ужас, драма, мелодрама, трагедия? Мен ужастик болып ойнағым келеді. Зомби, тағы басқа сияқты ма? Иә. Өзің қорықпайсың ба? Жоқ. Өте жақсы. Кино саласында жақсы көретін киноларыңыз бар ма? Иә, әрине. Қандай кинолар? Әйгерім деген кино бар еді ғой, сол кино. Ал сүйікті актеріңіз? Сүйікті актерім. Бұлай негізі актер жоқ, негізі бұлай қатты ұнатып жүрген. Бірақ бұлай көре берем. Яғни нақты бір кумиріңіз жоқ. Жақсы. Мен Ақжауындағы Аңсар есімді бала. Жақсы. Ал қазір сіздерге мүмкіндік берсе киноға түсуге, кез келген рөл ойнауға, қандай жанрда, қандай рөлде киноға түсуіңіз келеді? Негізі бұлай көңілді комедия? Комедия болса да, көңілді болса да, әрқайсысын енді қандай беріледі, сондай ойнаймыз ғой енді. Мен мұңды, комедия әр жанрда бола береді. Ал енді кино көп қарайсыңдар ма? Актрисаларды зерттеп өздерін. Иә. Қандай кинолар ұнайды? Мен осы Мейрам кинолар. Қайсы кинолар көресің? Жаңа мектеп, Берке,
Қалай? Қандай кинолар ұнайды саған? Маған күлпаш. Комедия жанры ұнайды саған? Иә. Ал сүйікті актерларың немесе актрисаларың бар ма? Жоқ. Сәсет? Қандай жанрда және қандай образда өзіңді көргенде? Жақсы адам деп сомдағанын келеді. Иә. Қандай өзіңізге ұнайтын сүйікті актрисаларыңыз бар, немесе актерларыңыз, және сүйікті киноларыңыз? Мейрам. Маған Мейрам киносы ұнайды. Мейрам киностудиясы, оның ішінде жақсы көретін нақты кинолар бар ма? Иә. Қандай? Берекелі деген сондай кино. Соны шыққан соны көрдім, соны қараймын. Менде мереке деген бар. Менде мереке деген ұнатам. Көп көремін. Маған кім аталады? Назерке ұнайды, София ұнайды. Рөл ұсынса, қандай жанрға, қандай киноға түсетін еңдер? Яғни комедия, боевик, ужас, фантастика? Күлдіртетін. Күлдіртетін, иә? Кімнің рөлінен келеді комедия жанрында? Аңға қыз болғым келеді. Ал, кімге? Зомби бәлегіне де төбес. Сол. Боевик, ужас жанрына. Иә, ужас. Зомбидің рөлінен келеді ма? Не, бәлеге төбес еді. Мен Мейрам киносын өте қатты жақсы көретін кином. Мен Мейрам киносын қатты жақсы көрем. Қандай киноға түскілерің келеді? Мейрам киносы. Мейрам киносына түскіміз келеді. Қандай кинолар ұнайды Мейрам киностудиясына? Бүкіл кинолар ұнайды. Сондай бар ма? Иә. Оның ішінде жақсы көретін актер актрисаларың бар ма? Бар. Назерке, Шынар. Менгі Шынар. Көп актисалар ұнайды. Жақсы, өте жақсы. Менде қолымда әртүрлі эмоцияға толы фотосуреттер бар. Сен оларды қарап, камераға қайталайсың, көрсетесің. Дайынсың ба? Дайын. Алғашқы эмоция дайын болсаң, қандай эмоция? Ол таңғалу. Солай көріне ме? Қуану қандай. Дұрыс, қуанып, бақытты болып тұр, кеттік. Вау, не деген тамаша бұл Мейрам киностудиясына кіргенім. Жақсы. Келесі эмоциямыз бізде Жындану. ашуланып, жындану. Кеттік осыны. Жарайсың, өте жақсы. Келесі эмоция бізде керісінше Таңғалу. қорқу сияқты. Қорқу. Шок болып қорқу. Кеттік. Қаттырек, көздегі қорқыныш тағы күшейтсең болады. Өте жақсы. Келесі эмоциямыз бізде Ренжіп қалу. Иә, дұрыс, ренжиміз. Өте жақсы. Келесі. Бұл қандай эмоция? Таңғалу. Дұрыс, таңғаламыз. Көздегі таңғалу тағы күшейтсең, тағы да кішкене қоссаң болады. Өте жақсы. Жарайсың, кеттік. Бұл сабыр сақтау, иә? Кеттік. Келесі бізде Айқалау. ашуланып айқайлау, дұрыс. Кеттік, осы эмоцияны көрсетейік. Өте жақсы. Керемет. Злодей дедің ғой жаңа өзің, яғни ужас фильмдегі қорқынышты персонаж дейді, кейіпкердің рөлін ойнағың келеді дейді. Иә, солай бізге кішкене 10 секунд ойнап берші. Жақсы. Алғашқы эмоция. Қандай эмоция? Таңғалу. Дұрыс. Кеттік, осы эмоцияны камераға көрсетсек. Қаттырек тағы. Қаттырек. Тағы да күшейтсек болады. Жарай, келесі эмоцияны көрейік. Бұл эмоция сабыр сақтау, иә? Мұқият қарап алайық суретке. Дәл осыны қайтамыз. Келесі эмоция. Бұл Ашулану. айқайлау, иә? Ашуланып тұрып айқайлау. Кеттік. Дәл фотода алайық, мүмкін өңеше. Қаттырек. Ұстап тұрайық сол эмоция. Аха. Бері тағы күшейтсең болады.
Манзура міндетті түрде ашу бар, бірақ тек айқайлау керек бізге. Ашуланып айқайлап тұрған. Ұстаймыз эмоцияны, көрсеттік па, ұстап тұрамыз. 3 секунд. Кетті. Келесі эмоция. Қандай эмоция? Бақытты болу, қуану, кетіп қуаныш. Енді нағыз ашулану. Келесі эмоция. Бұл қорқыныш, шок болу. Не эмоцияны бастағын сияқты. Күшейтсек болаттарымен. Жақсы, жаман емес. Келесі эмоция, қандай эмоция? Ренжу. Иә, кеттік ренжуіміз. Негізі, бұл суретте өте кішкентай қыз көрсетілген мысал ретінде, бірақ мейлінше өз жастарыңыздағы берген керек. Ал егер ауызы бұлай мына қыз секілді бетін болса, ол кішкентай қыздардың ерекше болып қалады, иә? Кеттік. Түсінікті? Олай болса, бірінші эмоция. Бұл несі? Ренжі мұңайып тұр, Иә. Келесі эмоция. Таңғалып тұр. Қазір көрсетеміз осы эмоция. Таңғаламыз. Келесі. Түсіндім. Бұл өзінің сабырға шақырып тұр, иә? Келесі. Қандай эмоция бұл? Ағалап тұр. Қазір. Жарайды, келесі. Бұл қандай эмоция? Келесі. Ағамыз қамаш болмаңыз. Көрсетеміз. Келесі. Жарайды. Бұл киноны көргенсіңдер ма? Иә. Қандай кино? Әжемді. Бұл не секті? Бұл Шошып тұр, иә? Иә. Ұқсамайды онша? Ұқсатуға ұқсамайды. Алғашқы эмоция, қандай эмоция? не бәлдегі алаңдап тұрған не да қорқып тұр. Қорқып шок болып тұр, Иә. иә? Кеттік. Тағы күшейтейік, эмоцияны қосайық. Тағы көрсетіп қойып, қорқып. Кеттік. Күшейтеміз. Келесі, қандай эмоция? Ашуланып тұрған. Иә. Мұқият қарай. Қандай эмоция? Жанып тұрған. Ренжіп тұрған сияқты, иә? Иә. Кеттік осы эмоцияны қайталамыз. Ентіп тұрған. Келесі, қандай эмоция? Сәнденіп тұрған. Таңғалып тұр. Кеттік осы эмоцияны қайталамыз. Күшейтеміз тағы. Келесі. Мақұл деген бәлеге бәрі... Сабыр сақтап тұрған сияқты. Келесі. Айқайлап тұрған. Ашулан. Көзге ашу күшейтеміз. Көздегі ашу күшейтеміз. Бұл қандай эмоция? Қуанып. Дұрыс, қуанып, бақытты болып. Бұл қандай эмоция? Ашуланып.
Ашуланып байқаймыз, иә? Кетті осы эмоция деп. Қандай смайлик? Не істеп тұр? Ашуланып тұр. Шүйдеміз, ашуланамыз, көзді о. Иә, қатты ашуланамыз. Молодцы, өте жақсы. Екінші эмоция. Қандай эмоция? Қорқып тұр, иә? Қорқамыз, көзімізде. Қатты қорқамыз көзімізде. Қорқыныш, о. Жақсы. Аяға жаман емес. Келесі эмоция. Бұл қандай эмоция? Бұл қандай эмоция? Бұл ашуланып тұрған. Біріншіде ашуланып тұр. Ренжіп тұрған жоқ. Ренжіп тұрген. Қастары. Ренжіп тұр, иә? Кеттік ренжейміз. Жақсы. Келесі эмоция. Бізде қандай эмоция? Таңғалу, иә? Көзде кішкене таңғы таңғаламыз. Қателік тағы. Жаман емес. Келесі эмоция. Сабыр сақтау, иә? О, жарайсыңдар, жақсы. Бұл айқайлап тұр ашуланып. Ашуланып көзде. О, өте жақсы, молодцы. Сіздердің күлер екен. Келесі. Бұл бақытты болып тұрғаны, иә? О, өте жақсы. Біздің бағдарламамызға келген көптеген қонақтарымыз бізге қонақкәде ретінде ән, поэзия, монолог алып келеді. Ал сен не дайындап келдің? Мұқағали Мұқатаев. Шеше, сен бақыттысың. Шеше, сен бақыттысың, жыламағың. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңірім немередің ғой сұрағаның. Сондықтан да жыламағың. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын. Өлмеймін мен өзіндей асылдамын. Таласып өзіндей шашылмағың. Байырға бергенді қашырмағың. Сіздер біздің бағдарламаға алып келген жеке өз өнерлеріңіз. Яғни өлең, поэзия немесе тақпақ. Мен әлі адамдарды көрмейді екен. Дос дегеннің бәрі бірдей жүрмейді екен. Бетіңе күлімсіреп тұрғанымен сыртыңнан сөзін айтып күндейді екен. Мен әлі адамдарды көрмейді екен. Өзгелері өтірікпен өрлейді екен. Жолықтырған өзіңмен таласым жоқ тағдырыма. Алайда сен кінәлісің жанарым жаңбырына, мұңды күннің барлығына. Жолықтырған өзіңмен кешірім жоқ, қасымда жүріп, сырымды біліп, сезіміңді өзге жанға арнағаныңа. Болмасын үміт, өткенді ұмыт, кешірім жоқ, сүйемін деп алдағаныңа, жанымда мәңгі қалмағаныңа. Үш бақытым. Ең бірінші бақыттым қалқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақыттым тілім менің. Тас жүректен тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тіліммен түңілмедім. Бақыттым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жағында жан барсың ба, ойланбай-ақ кел тағы да от ал мен екен. Каждый знает у ветров множество профессий. Ветер теплой весной, радостью веселен. Очищает небо, он тучи разгоняет. Ветер дворник, так его солнце называют. Ветер доктора жары вылечит 2 счета. Летом нужная для всех у него работа. Сыр бұлтысты суы қаптайды аспан, күн болып, қалың тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жоқы ойнап, бия қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, қайыр шашау кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қойдай. Арқа сүйе еркелейтін ағам бар менің, алға қарай жетелейтін ағам бар менің, алтындардан тең келмейтін ағам бар менің. Қамқоршым қорған, қолда барым бөлеп берген ілесіп саған, ізінмен еріп келет әкемдей болған. Қамқоршым қорған, ей ардақты ағам. Жол көрсетіп алданбаған, оу шырақ алмаған.
ағам бар менің, адалдықтан аттамаған ағам бар менің, сыйғып бәрін хақтамаған ағам бар менің, ешкімге тек сақтамаған ағам бар менің. Ағылшын маған қолда барын бөлеп берген, ілезіп саған ізіңмен еріп келет әкемдей болған, қамқоршым қорған, ей ардақты ағам. Ағылшын маған қолда барын бөлеп берген, ілезіп саған ізіңмен еріп келем әкемдей болған, қамқоршым қорған, ей ардақты ағам. Жол көрсетіп. Мен де ағам барды айтам. Ағам бар менің, арқа сүйреп еркелейтін ағам бар менің, арқа қарап жетелейтін ағам бар менің, ей ардақты ағам. Ағам бар менің, арқа қарап еркелейтін ағам бар менің, арқа қарап жетелейтін ағам бар менің. Қабатты қылмыс қылмаған, әпшеменен тұрмыс қылмаған, күтіп жатты сені бірене, қол ұзартып тіл қысқармаған, жанымдағы дана, 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 өмір болса жана, 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 қартаясын бара, бара, ағаң көпай анан қара, олай деме бала, 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 ісін әлі шала, 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 маған айтқан ақылыңды айтпайсың ба ағаңада. Айы отырып барды, екі қол барды, апай сабақ сұраса ұқтап қалыпты масқара. Менде әртүрлі жаңылтпаштар бар. Мен соларды қазір саған айтам. Сенің міндетің соны жаңылмай маған қайталау. Дайынсың ба? Дайын. Біріншісі, доп теп, дөп теп. Доп теп, дөп теп. Тоз мұздай, мұз тұздай. Тоз мұздай, мұз мұздай. Мұз тұздай. Мұз тұздай. Хәкім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хатым хат ашып отыр, хаташым хат ашып отыр, хаттан шатасып отыр. Жарайды, мейлі. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қалпаққа көк қалпақ, көк қалпаққа ақ қалпақ. Электр шамы жанады, этаждар жымын қағады. Электр жарық бермесе, экран сөніп қалады. Электр шамы жанады. Электр шамы жанады. Этаждар сөніп қалады. Этаждар жымын қағады. Жымын қағады. Электр тоғы жанбаса, свет өшіп қалады. Электр шамы жанады, этаждар жымын қағады. Электр сөніп қалғанда экран өшіп қалады. Кішкене ғана жаңылды. Бірақ жаман емес. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ, ақ қақпаққа көк қақпақ. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Дұрыс. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ, ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Хәкім хат ашып отыр. Хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, Хат ашып шатасып отыр. Екеулеп айтамыз ба? Хакім хат ашып отыр, Хәкім хат ашып отыр. Хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Дұрыс. Хакім хат ашып отыр, хат ашып отырып жаңа Хат ашып шатасып отыр. хат ашып жаңа шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хакім хат ашып отыр, хакім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Тамаша. Қалай? Сүрінген, сүрінген бе, сүрінген, сүрінген бе? Сүрген, сүрінген бе, сүрген, сүрінген бе. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, балшықтан алшық. Шалшық, балшық, балшық, шалшық, шалшық, балшық. Балшықтан алшық. Балшықтан алшық. Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ.
ақ қалпаққа көк қалпақ, көк қалпаққа ақ қалпақ. Қалпақ па? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Доптеп, дөптеп. Доптеп, доптеп. Доптеп, дөптеп. Доптеп, Дөптеп. доптеп. Доптеп, дөптеп. Доптеп, дөптеп. Дөптеп. Доптеп, дөптеп. Хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Қат ашып отыр, қат ашып шатасып отыр. Хәкім хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Қат ашып отыр, қат ашып Хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Тұз мұздай, мұз тұздай. Тұз мұздай, Мұз мұздай. тұз мұздай, Мұз тұздай. Мұз тұздай. мұз, Тұз мұздай. тұз мұздай, тұз мұздай. Доптеп, дөптеп. Доптеп, доптеп. Теп. Айша бастасын. Доптеп. Доптеп. Доптеп, дөптеп. Доптеп, дөптеп. Доптеп, доптеп. 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 Түсінікті. Тұз мұздай, мұз тұздай. Тұз мұздай, мұз тұздай. Тұз мұздай, мұз мұздай. Мұз тұздай. Мұз мұздай. Мұз тұздай. Мұз мұз тұздай. Тұздай. Тұздай, е? Ақ қақпаққа көк қақпақ, көк қақпаққа ақ қақпақ. Ақ қалпаққа көк қалпақ, көк қалпаққа ақ қалпақ, ақ қалпаққа көк қалпақ, көк қалпаққа ақ қалпақ. Саяна. Ақ қалпаққа көк қалпақ, қалпаққа көк қалпақ, көк қалпаққа ақ қалпақ. Мен саған әртүрлі ситуация, яғни оқиғалар берем. Сен соларды шынайы болып жатқан сияқты сезініп ойнатасың. Дайынсың ба? Дайын. Ендеше алғашқысы елестет өзің жақсы көретін ужас фильм. Сені біреу тұншықтырып жатыр. Шынайы тұншығып жатқан адам сияқты сезініп сендіруің керек. Дайынсың ба? Иә. Елестет, мен мысалға тұншықтырып жатыр. Шынайы істамай, бірақ осы жерден кеттік. Эмоцияң күшейт. Жарайсың, жақсы. Сендіре алдың. Біріншісі жаман емес, екіншісі елестет. Оң аяғыңа шеге кіріп кетті. Қанап ауыртып жатыр, сезінші. Ойнат, кеттік. Жақсы. Келесі. Бетіңе шапалақпен бір ұрам. Шынайы емес уайымдама. Тигізбейін, бірақ сен шынайы тиген сияқты сезініп, эмоцияны камераға көрсетесің. Дайынсың ба? Бірінші. Эмоцияңды камераға көрсетсең. Камераға эмоцияңды көрсетсең болады. Жақсы. Елесет, менде қайнаған ыстық су тұр, үстіңе шашам, үсті басың күйеді. Дайынсың ба? 1, 2, 3. Жақсы. Жеткілікті. Хансұлтан, менің көзім жетті. Ереді елестетейік. Алғашқы қолымда тас бар. Мен тасты маңдайларыңыз лаққа тиеді, ауырады. Соны сезінеміз. Шынымен көруім керек. Тас деген адамды. Жай дейіп қалды ой, Ладно бұл. Анжыра қандай сылар. Тағы бір рет көрейік. 1, 2, 3. Сезінейік, ауырып жатыр. Түсінікті. Келесі. Енді жаңағы ыстық суға оралайық. Қайнаған ыстық су тұр, үстеріңізге шашам күйеді, сезінеміз. Кеттік. 1, 2, 3. Ай. Үстеріңізге шаштым.
Kuyib жатыр ғой. Маникюр істеп жатсың ба? Күйіп жатыр ғой. Кім асықпай үйеді екенсіңдер екен. Ай. Әлде су онша қайнамады ма? Негізі өте қайнаған ыстық суды ғой. Мен шыдай алмаушы едім. Тағы бір рет көреміз бе? Ай, қолым. Аяғыңды қолын ұстамайсың? Қолым. Жеткілікті, жарайды, келесі тапсырма. Елестетеміз, аяғымыздан ит тістеп. Ауырып жатыр, сезінеміз. Сізбен, тістеп ол. Абай болса. Аяғым. Кет. Жеткілікті. Үйде, асханада отырсыңдар, елестетіңдер. Қия тұра жатсыңдар. Бастаймыз. Қолдарыңды кесіп алып барса, ол сәтті көрсетіп беріңдерші бізге. Ауырып жатыр. Сезіміміз ауырған. Ал үстеріне бір шелек ыстық қайнаған суды төгіп жүрсек қандай боласыңдар? Соны көрсетіп беріңдерші. Ай. Денең күйіп жатқан жоқ па? Ашып жатқан соны көрсетіп керек, сезінуің керек. Жауырып жатсың ба? Жоқ. Күйіп жатсың, Ал жолда келе жатсыңдар, аяқтарыңа шеге кіріп кетеді, яғни шегені байқамай басып өтесіңдер. Сол сәтті көрсетеміз керек. Ай. Жақсы. Қазір беттеріңе шапалақпен ұрам. Тимей, бірақ сендер шынымен тиген сияқты. Таяқ жеп, эмоция көрсетеміз, жай ма? Мына бетке бір, екі, үш. Енді таяқ жеген адамның эмоциясы камераға. Былай. Қуанып емес. Бәрі қуанып тұрған. Былай істейміз, енді былай істеп, былай. Келесі. Елестетейік, қолында ине бар. Қолдарыңызға тұрып. Алға сезінеміз. Тағы рет. Сезінеміз, алып жатыр. Елестетеміз, менің қолымды тұтасың. Лақтырам, маңдайларыңызға тиіп, ауырғанды сезініп, ойнатамыз. Шынымен тиген сияқты сенімді дайынбыз ба? Бір, екі, үш. Келесі. Қолымда ыстық қайнаған суды. Үстеріңізге шашап, күйеді, соны сезінеміз. Дайынбыз ба? Күйеміз. Шынайы күйіп жатқан сияқты эмоция келеді. Барынша сезінеміз, шынайы ыстық қайнап тұрған су. Қуанатын емес, тағы бір рет. Бір, екі, үш. Күйіп жатыр денеміз. Түсінікті. Елестетіңдер, алдындарында ыстық қайнаған су тұр стаканда. Бірақ ыстық екенін байқамай, қайнап тұрған суды ішіп, аузымызды күйдіріп алып. Ашып жатыр, соны сезінеміз. Күйіп жатыр, иә? Кетік ішіп көрейік бірінші. Ішеміз. Күйді. Сезінеміз, күйіп жатыр аузымыз. Күйіп жатыр. Сезінеміз. Жақсы. Менің қолымда шыбық бар. Ұзын шыбық. Осы шыбықпен қарам. Аши ма, ауыра ма? Ауырады. Көрейік, иә, қалай ауырады? Басқа. Ауырды ма? Иә. Жарайды, кет. Елестетейік, мен көздеріңе құм шашып жіберемін.
топырақ құмды білесіздер ғой. Көздерін қомқырып ашиды, ауыр. Соны сезінеміз, дайымыз ба? Міне қолды қомтып. Көздерін ашып жатыр, сезінеміз. Ашып жатыр көздерін. Сезінеміз, шынымен көздеріне қомқырып кеткен сезінеміз. Жақсы. Келесі. Ересеріңдер бастарына төбеден бір ағаш түсіп кетті. Ауырады. Жарай ма? 1, 2, 3. Ауырып жатыр сезінеміз. Жақсы, жаман емес. Сіз мені осы бағдарламаға алып келгеніңізге үлкен көп рахмет. Сіздің арқаңызда осы көптен бері армандап келе жатқан армандарым бірі орындап келе жатыр. Енді бірінші рет келген соң сәл қобалжып жатыр. Енді мән бермейсіздер деп ойлаймын. Бұл арнайы әдейі берілген тапсырма. Сіздердің актрисалық шеберліктеріңіз бағаланады. Сіздер алғысты жүрекке тиетіндей етіп айтуларыңыз керек. Егер сізді көріп отырған анаңыз егер жыласа, онда сіз бағдарламадан сәтті өтесіз. Ал егер сізді көріп отырып, сізді алып келген жандарға жүрегіне тимесе, онда ренжімейсіздер. Сізге көп рахмет осы бағдарламаға алып келгеніңізге. Енді мен бұрыннан қалаған осындайларға қатысып, өзім көрсетіп, жан-жақты қылып. Мен сізді жақсы көремін. I love you. Мені бұл бағдарламаға апам алып келді. Негізі бұл бағдарламаға бұрыннан келген. Апамның ауырып қалғанына байланысты келе алмадым. Апам, мен сізді жақсы көремін. Мені бағып-қағып өсіргеніңізге рахмет. Сізге көп рахметімді айтамын. Мен сізді жақсы көремін. Мама, сізге рахмет осы мейрамға алып келгеніңізге. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Анашым, сізге рахмет. Қатты мен сізді жақсы көремін. Өзімнің жүрекпен. Анашым, рахмет сізге. Анашым, рахмет сізге көп. Мен сізді жақсы көремін. Сіздің үмітіңізді ақтаймыз. Анашым, мені мейрам киносына түсіргеніңізге өте рахмет. Біз сізді жақсы көреміз. Мен арманыма жеткізгеніңізге өте рахмет. Анашым, мен мейрам киносына маған түсіргеніңізге рахмет. Көп. Жақсылықтың бәрін жақсылықпен қайтарам. Әкем мен анама мыңдай рахмет. Осы кастингке мені әкеп, осы неге қатыстырып атқанына мен анам мен әкемнің үмітін ақтауға дайынмын. Жақсы, жарайсың. Қымбатты көрермендер, өздеріңіз көргендей, бүгін Хан Сұлтан талантына, оның актерлығына көзіміз жетті. Егер сіздердің де осындай талантты ұлдарыңыз және қыздарыңыз болса, онда Мейрам Академиясында жастар бағдарламасында күтетін боламыз. Біздің бағдарламаға түсу тегін. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.